Дарабоз күйші, сазгер Темірбек Ахметов Алматы облысы Бақанас ауданы Маралды ауылында дүниеге келген. Жасынан домбыраға құмар болып, Хатшыбай деген домбырашы нағашысынан күй үйренген. Халық күйлерін және халық композиторларының күйлерін шебер орындаушы дәрежесіне көтеріліп, орындаушылықты әбден меңгеріп күй шығарған. Оның халық арасына көп тараған күйлері «Жетім бала», «Екпін», «Теріс қақпай», «Шернияз». Бұл күйлері қазірге дейін сазгердің күйшілік қарымын танытатын бірден-бір шығарма және шебер орындайтын домбырашылардың репертуарынан берік орын алады. Күйлерінің ерекшелігі көбінесе квинта бұрауында теріс бұрау келеді. Темірбек Ахметов Құрманғазы атындағы оркестрде еңбек еткен.